Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 139-шы сабақ. Есепті шығаруда санды және әріпті өрнектерді қолдану. Бірінші есеп планетааралық кеңістіктен жерге құлаған тастар мен темір кесектері қалай аталатынын білесің бе? Есепте және жауабыңды тап. Бізде берілген өрнектер 10.000 бөлу 250, 175.500 бөлу 500, 250 көбейтілген 8, 42.142 бөлу 2, 848.400 бөлу 2, 560.000 бөлу 800, 42.006 бөлу 6, 1212 көбейту 4. Бізде болады метеорит. Метеорит сөзі шығады екен. Екінші есеп 5210 азайтамыз к қосылған 18122 бөлу 26. Мұндағы к 854 және 3129. Яғни 5210 азайтамыз к қосу 18122 бөлу 26. 5210 азайтамыз 854 қосу 18122 бөлу 26. Бізде болады 5053. Екіншісі 5210 азайтамыз 3129 қосылған 18122 бөлу 26. Бізде болады 2778. Екіншісі а бөлу жақшаның ішінде 25 көбейтілген 4 көбейту 3. Ондағы а 48000 және 54000. Осы сандарды қойып есептеуіміз керек. 48000 бөлу жақша ашылған 25 көбейту 4. Бізде болады 1440-қа тең. 54000 бөлу 25 көбейту 4. Бізде болады 1620-ға тең. Үшінші, өрнектерді жаз, әріптердің берілген мәнінде өрнектерді есепте. Жұмысшы С қорап әзірледі. Бұл жасалу керек қораптың 9-дан 1 бөлігін құрайды. Қанша қорап жасау керек? Мұндағы С 290. Яғни 290, 9 көбейту С, 9 көбейту 290, 2610 қорап жасау керек екен. Әсі, аудармашы мәтіннің Б бетін аударды. Бұл аудару керек беттің 9-дан 3 бөлігін құрайды. Барлығы қанша бет мәтін құрау керек? Мұндағы Б 27. В бөлу 3 көбейту 9, яғни 27 бөлу 3 көбейту 9, 81 бет. 81 бет мәтін аудару керек екен. Төртінші есеп. Есепті амалдар бойынша шығар, неше амалмен шықты. Автобекетте 1000 мәшине бар. Олардың 385-і жеңіл, ал қалғаны жүк мәшинелер. Жүк мәшинелердің 5-2 бөлігі техникалық байқауға жөнелтілді. Автобекетте неше жүк мәшине қалды? Яғни барлығы 1000 машина, одан кейін жеңіл машине 385, жүк машине белгісіз жөнелтілді. Жүк машинаның 5-2 бөлігі қалды. Қанша жүк машине? 1000-да азайтамыз 385. 1000-нан азайтамыз 385-ті, 615 жүк машинелер. 615-ке көбейтеміз 5-2-ні. 615 бөлу 5 көбейту 2. Сонда бізде 246 техника, яғни техникалық байқауға жөнелтілді. 615 азайтылғанымыз 246, 369 қалғаны. Автобекетте 369 жүк мәшинесі қалған екен. Бесінші есеп, амалдардың орындалу ретін анықта және өрнектердің мәнін тап. 726 азайтамыз 139 көбейту 47 қосу 10.011. Яғни бірінші амал жақшаның ішінде, екінші амал көбейту, үшінші амал қосу болады. 37.600-ге тең. Екіншісі 411 азайтамыз 325 көбейту 602 азайтамыз 16926. Бізде жақшаның іші бірінші амал, екінші амал көбейту, үшінші азайту болады. 34846-ға тең. Үшіншісі бізде 222988-ге, төртіншісі 329047-ге тең екен. Алтыншы есеп, өрнек бойынша есеп құрастыр. 120 қосылған 65 көбейту 2. Яғни қоймада 120 килограмм алма болды. Тағы да 65 килограммнан 2 жәшік алма әкелінді. Қоймада енді қанша килограмм алма бар? 120 қосылу 65 көбейту 2, 250 килограмм алма бар.
Екінші, 168 азайтамыз 43 көбейту 2. Қоймада 168 кг картоп болды, оның 43 кг-нан 2 қабын базарға алып кетті. Қоймада қанша килограмм картоп қалды? 168 азайту 43 көбейту 2, 82 кг картоп қалды. 15 көбейту 4 қосу 12 көбейту 4. Базарға 15 кг-нан 4 жәшік алма және 12 кг 4 жәшік алмұрт әкелінді. Барлығы қанша килограмм жеміс әкелінді? 15 көбейту 4 қосу 12 көбейту 4, 108 кг жеміс әкелінген екен. Жетінші есеп. Ғарыш станциясындағы ғарышкерлер 4 ай бойы өсімдіктердің орбитада қалай тіршілік ететінін зерттеді. Олар бидайдың өскенін бақылап, ай сайын биіктігін жазып отырды. Бір айдан кейін оның биіктігі 16 см, 2 айдан кейін 24 см, 3 айдан кейін 28 см болды. Егер өсу заңдылығы сақталатын болса, бидай 4 айдан кейін қанша сантиметрге өседі? Яғни 16-ға 8 қосылған, 24 4, 28-ге 2, 30 сантиметрге өседі екен. 8-ші есеп. Өрнектің мәні тура болатындай сұрақ белгісінің орнына цифрлар қой. Бізде 96 қосылған 100 берілген және цифрлы белгісіз. Яғни 796 қосу 1003, сонда бізде 2306 шығады екен. 568 қосу 1209, 2180 шығады екен. 389-ға қосамыз 12-ні, 2151 шығады екен. 9-шы есеп. Әрбір сандар тізбегіндегі заңдылықты анықтап, қалдырылған сандарды қой. 1, 8, 11, 18, 28, 31. Яғни 1, 8, 18, 21, 28, 31. Екіншісі. 2, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 6. 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6 шығады екен заңдылықтары. Бесіншісі. 20, 16, 21, 15, 22, 14, 23, 13 заңдылықтары бойынша шығарылады екен. 10-шы есеп. Өрнектер жаз. Бұндағы А, С 6-ға, С 2-ге деп алып, өрнектің мәнін тап. Ғарыш туралы не білесің? Байқауын өткізу үшін 96 оқушыны топтарға бөлді. Әр топта А ұл және С қыз бар. Байқауға барлығы қанша ұл және қанша қыз қатысты? Мұндағы 6, С 2-е, 96 бөлу А қосу С, 96 бөлу 6 қосу 2, 96-тан 8-ді білеміз, 12 топ. 12-ні көбейтеміз 6-ға 72 ұл, 12-ні көбейтеміз 2-ге 24 қыз. Яғни байқауға 72 ұл, 24 қыз қатысқан екен.